тұрақты жұмысы жоқ, бұрын сотты болмаған облыс тұрғынына қатысты сот қандай шешім шығарды? Ол өмірінің ендігі бөлігін темір тордың арғы жағында өткізем, әлде жоғарыда аталған деректер ескеріліп, бас бостандығынан шектеле ме? Қарар бөлігі қылмыстық процестік кодексінің 387, 393, 95, 398, 401, 402 баптарын басшылыққа алып, сот үкім етті. Сотталушы Асыл Темирович Базарбаев Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 300 баптың 1 бөлігі кінәлі деп танылсын. Оған 1 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалсын. Сотталушы Базарбаевқа қылмыстық кодексінің 44 баптың 1 бөлігіне сәйкес 1 жыл мерзімге пробациялық бақылау белгіленсін, және оның жергілікті атқарушы органда айқындайтын орындарына жылына 100 сағат мәжбүр еңбекке тартылсын. Пробациялық бақылауды және мінез-құлқын қадағалау жүргізу қызылорда қалалық пробация қызметіне жүктелсін. Сотталған Базарбаевқа пробация қызметіне хабарламай, тұрақты тұрғылықты жерін, жұмысын, оқуын ауыстырмау міндеттерін орындаушы жүктелсін. Түнгі сағат 22:00-ден бастап таңғы сағат 6:00-ге дейін көңіл көтеретін ойын-сауық мекемелеріне бармау міндеттелсін. Үкім заң күшіне енгеннен кейін 10 тәулік ішінде пробация қызметіне есеп қою үшін қызылорда қалалық пробация қызметіне келу міндеттелсін. Сотталушы Базарбаевқа бас бостандығын шектеуді өтеуден қаскөйлікпен жалтарған жағдайда оның өтелмеген мерзімі бас бостандығын шектеудің 1 күні үшін бас бостандығын айырудың 1 күн есебімен бас бостандығын айыруға ауыстырылатыны түсіндірілсін. Үкім заң күшіне енген соң сотталушы Базарбаевқа қылмыстық қудалау органының соттың шақыртуы бойынша келу міндеттемесі жойылсын. Заттай дәлел ретінде танылып, Қызылорда қалалық полиция басқармасының сақтау қоймасында сақтауда тұрған 1 түп жасыл түсті сора өсімдігі, 1 дана сұр түсті бұрандама, 2 дана кесілген пластикалық бөтелке, 16 дана ақ түсті темекі тұқылын салып шегуге арналған құтылар және 1 дана полиэтилен пакетіне салынған насыбай жойылсын. Ал тергеу әрекет жазылған 1 дана DVD-диск іспен бірге сақтауға қалдырылсын. Сотталушы Асыл Темирович Базарбаевтан сот сараптама жүргізу жылдан процесі шығын 45.857 теңге мемлекет пайдасына өндірілсін. Қылмыстық кодексінің 98-2 бабы 2 тармағының талабына сәйкес сотталушы Асыл Темирович Базарбаевтан 10 айлық есептегіш көрсеткіш мөлшерінде, яғни 36.920 теңге жәбірленуші өтемақы қорына мәжбүр төлем өндірілсін.